Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін сіздермен дигибридті будандастыру деп аталатын тақырыпты өтеміз. Дигибридті будандастыру дегеніміз не? Яғни ол екі жұп қарама-қарсы белгілері бар даралардың будандастыруын айтады. Енді екі жұп дигибридті деп атырғанымыз, яғни бұл сыртқы белгілері, яғни фенотип, ол сары тегіс, сары және тегіс және жасыл бұдыр дараларды айтып тұр. Мұндағы түсі бұл сары. Сары болса, ол доминант белгі, ал жасыл болса, ол рецессивті белгі. Ал пішіні бойынша тегіс. Тегіс бізде доминант белгі үлкен әріппен белгіленеді, ал бұдыр бізде кішкентай в-мен белгіленеді. Яғни бұл бір жұпты анықтайтын гендердің тұқымының сары түсті доминантты дейді. Сары түсті доминантты, ал жасыл түсті рецессивті белгі. Яғни жасыл түс рецессивті белгі. Ал екінші жұбындағы тұқымның тегіс пішіні және бұдыр пішіні анықталады. Яғни бұл дигибридті деп отырғанымыз екі белгі бойынша будандастыру, дигибридті будандастыру деп аталады. Енді дигибридті будандастыруда мына жерде мысалы бізде сары тегіс болатын болса, үлкен А, үлкен В, үлкен А, үлкен В, үлкен А, үлкен А, үлкен В, үлкен В. Ал жасыл бұдыр болатын болса, ол бізде рецессивті белгі болғандықтан кішкентай А, кішкентай А, кішкентай В, кішкентай В болады. Енді осылардан гаметалар түсіледі. Гаметалар мысалы мынадан үлкен А, үлкен В түсіледі, ал мына жерден кішкентай А, кішкентай В түсіледі. Енді осыларды екеуін қосатын болсақ, бізде мынадай дара пайда болады екен. Бірінші ұрпақта пайда болған даралар. Енді біз осылардан гаметаларды, егер осы дараларды өзара будандастыратын болсақ, гаметаларды шығарып алу үшін, мысалы, үлкен А мен үлкен В-ны будандастырады. Аны кішкентай үлкен В және кішкентай А, кішкентай В. Міне бірінші ұрпақта мынадай гаметалар пайда болады екен. Енді осыны өзара будандастырғанда, яғни өзара будандастырғанда қандай даралар шығады? Бұны біз оңай болу үшін пеннет торына салып есептейміз. Мынадай гаметалар пайда болып еді. Енді осылардан пайда болған гаметаларды біз жазып шығамыз. Мысалы, үлкен А, үлкен В, үлкен А, кіші В, және кіші А, үлкен В, және кішкентай А, кішкентай В. Енді осы гаметаларды мына жанына тағы жазып шығамыз. Үлкен А, үлкен В, үлкен А, кішкентай В, кіші А, үлкен В, және кішкентай А, кішкентай В. Енді осыларды бір-бірімен будандастырғанда бізде үлкен А, үлкен А, үлкен В, үлкен В шығады. Яғни бізде сары тегіс шықты. Енді келесі үлкен А, үлкен А, үлкен В, кішкентай В, бұл да сары тегіс, өйткені рецессивті белгі басым белгі рецессивті белгіні көрсетпей тастайды. Сондықтан сары тегіс болады. Мына жерде де үлкен А, кішкентай А, үлкен В, үлкен В. Яғни бұл да сары тегіс. Мына жерде де дәл солай деп гетерозиготалы болады, яғни сары тегіс. Мына жерде үлкен А, үлкен А, үлкен В, кішкентай В, сары тегіс. Мына жерде үлкен А, үлкен А, кішкентай В, кішкентай В. В дегеніміз бізде ол бұдыр белгіні жарыққа шығаратын ген еді. Демек, бұл сары бұдыр болады екен. Енді үлкен А, кішкентай А, мына белгімен мына белгіні будандастырып жатырмыз. Үлкен В, кішкентай В. Демек, бұл да сары тегіс. Келесі үлкен А, кішкентай А, кішкентай В, кішкентай В, бұл сары бұдыр. Өйткені бұдыр бізде рецессивті белгімен жарыққа шығатын еді.
келесі мынаумен мынаны будандастырамыз. Бұл бізде үлкен А, кішкентай А, үлкен В, үлкен В. Демек, сары тегіс. Үлкен А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В, сары тегіс. Кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, үлкен В. Яғни бұл жерде рецессивті белгі жасыл түсті. Жасыл тегіс болады. Кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В. Бұл бізде жасыл тегіс. Мына жерде де үлкен А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В, сары тегіс. Ал мына жерде үлкен А, кішкентай А, мынаны будандастырамыз. Кішкентай В, кішкентай В, демек сары бұдыр. Мынамен мынаны будандастырамыз. Бұл жерде кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В, демек жасыл тегіс. Ал мынамен мынаны будандастырамыз. Бұл бізде кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, үлкен В. Ой, кішкентай В, кішкентай В. Бұл бізде жасыл бұдыр. Яғни, бұл бізде F2 болатын. F2, яғни екінші ұрпақта даралардың саны 9 сары тегіс шығады. Яғни, мынаны қарайтын болсақ, міне санайтын болсақ, сары тегістерді санап шықсақ, 9 сары тегіс шығады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сары тегіс. Сары тегіс. Ал сары бұдыр бізде 1, 2, 3 шығады. 3 сары бұдыр. Және 3 жасыл тегіс шығады. Бізде міне 3 жасыл тегіс. Және 1 жасыл бұдыр шығады. Яғни, тәуелсіз ажырау заңдылығында бұл ара қатынасы 9, 3 және 1. Осы қатынаста жүреді екен. Тәуелсіз ажырау заңы бізде бір-біріне айқын екі жұп белгі бойынша ажыратылатын гомозиготалы дараларды будандастырғанда дейді, екінші ұрпақта белгілер жұбының тәуелсіз тұқым қуалауы және олардың ата-аналарына ұқсамайтын жаңа үйлесімдерді байқайды. Яғни, бізде мына қатынаста жүрдіге, мына бірінші ұрпақта пайда болған дараларды өз-өздеріне будандастырғанда, бірінші ұрпақта бізде барлығы сары тегіс болған, сары тегіс. Мынаның барлығы сары тегіс болған. Яғни, сары тегісті өзара будандастырғанда бізде пайда болған ұрпақ 3 сары бұдыр, 3 жасыл тегіс және 1 жасыл бұдыр ұрпақ пайда болды. Келесі есепті шығарып көрейік. Мына төмендегідей жолдармен будандастырғанда алынатын ұрпақтардың тұқымдарының сыртқы көрінісін анықтау керек дейді. Яғни, мынаның гаметаларын тауып алуымыз керек. Кішкентай А, үлкен В, кішкентай А, кішкентай В, мынау кішкентай А, үлкен В, және кішкентай А, кішкентай В. Ал мынадан барлығы мынадай гаметалар шығады екен. Осы гаметаларды енді біз бір-біріне астын бәрі сызып отырмай-ақ қояйық, өйткені бізде мынаны 4-ке көйте қоямын, өйткені барлығы 4, барлығы бірдей болғандықтан. Так, мына жерден былай, үлкен В, үлкен А, үлкен А, үлкен В, кішкентай В. Үлкен А, кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, үлкен В. Жерде кішкентай А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В. Енді бұл жерде сары тегіс екен анықтауымыз керек. Мынау жасыл тегіс, жасыл тегіс, жасыл тегіс, яғни барлығы жасыл тегіс шықты.